Жетісу облысы жан-жақты дамып келеді. Жыл қорытындысы бойынша жалпы өңірлік өнімнің көлемі 15%-ға өсіп, 700 миллиард теңгеге жуықтаған. Дәнді дақыл жинаудан республикада астықты өңір саналатын Қостанай, Солтүстік Қазақстан және Ақмола облыстарынан кейінгі 4-ші орыннан көрінді. Осы және өңірдің басқа да жетістіктерін келесі сюжеттен көрелік. Облыста тұрғын үй және өзге де әлеуметтік нысандар құрылысы қарқында. Биыл үй кезегінде тұрған 30 мыңнан аса жетісулықтың 3,5 мыңға жуығы баспаналы болды. 5 мектеп пен 2 денсаулық сақтау нысаны салынды. Мәдениет пен спорт саласында 8 нысан салынып, ел игілігіне берілді. Ағымдағы жылы, осы 23 жылы біздің құрылыс басқармасының бюджеті 44,8 миллиардты құрады. Оған 372 нысанның құрылысы жоспарланған. Енді осы жылдың аяғына дейін пайдаланысқа берілетін 102 нысан. Оның бүгінгі таңда 49 нысаны пайдаланысқа берілді. Келесі жылдың соңына дейін 53 нысан пайдаланысқа беріледі. Жетісу облысы аграрлы аймақ жыл басынан өңірлік өнім көлемі 15%-ға өскен. 324 мың гектардан 870 мың тонна астық алынды. Сондай-ақ су жүйелері жаңартылып, жаңа су қоймалары салынуда. Бұл жобалар алдағы 2-3 жылда 48 мың гектар алқапқа тұрақты су жеткізіп, айналымға тағы да 20 мың гектарды қосуға мүмкіндік бермек. Облыста 4 түліктің де саны өсіп, 3,2 миллион басқа жеткен. Биыл ауыл аманаты бағдарламасын іске асыру мақсатында облысқа 3,2 миллиард теңге қаражат бөлінді. Ол қаражатқа ауыл тұрғындарынан, облыстың ауыл халқынан 616 өтінім түсіп, бүгінгі күнге 534 өтінім толық сомаға мақұлданды. 500-ден аса несие қаржыландырылды. Өңірдің өнеркәсібі де өркендеп келеді. Бұл саладағы 535 кәсіпорында 26 мыңнан аса адам нәпақасын тауып жүр. Жалпы өнеркәсіп көлеміндегі өнім өңдеу үлесі 80%-ға жеткен. Облыс құрылғалы 23 жаңа өндіріс орны ашылса, 5 кәсіпорын кеңейтілген. Жетісулық 110 мың азамат шағын және орта бизнес саласында еңбек етеді. Әсіресе туризм саласында жүрген кәсіпкерлердің асығы алшысынан түспек. Президент тапсырмасына сәйкес өңірдегі туризм нысандардың инфрақұрылымын дамыту мықтап қолға алынған. Жеке инвестициялар есебінен биыл 17 нысан іске қосылған. Нәтижесінде 2024-2025 жылдары облыс аумағында туризмді серпінді дамытуға толық мүмкіндік бар. Бүгінгі таңда 346 орналастыру орны бар Жетісу облысында. 23 жылдың қорытындысы бойынша 2 миллионнан астам турист қабылдады Жетісу облысы. Осы 24 жылға қойған мақсаттарымыз ол біріншіден инфраструктураның даму, жол болсын, жаңағы мобильный сеть болсын, соның бәрін дамыту үшін біз қазір дорожный карта, орысша айтқанда мастер-план дайындап жатыр. Қазір облыс халқының 42%-дан астамы табиғи газ тұтынып отыр. Мамандар сөзінше жыл соңына дейін бұл көрсеткіш өсе түспек. Салаға жауаптылар 2029 жылға қарай өңірдің барлық аудандары газбен қамтылады деп жоспарлап отыр. Диана Тұрлыбек, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы, Талдықорған.